Тоқта. Дәл қазір ерітіндінің осы есебін шығаруды бірге үйреніп алайық. Ас тұзының 500 грамм ерітіндісін суалтқанда 23,4 грамм тұз алынған болса, ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі және зат мөлшері. Енді ерітінді дегеніміз не? Ерітіндінің құрамы еріген заттан және оны ертіп тұрған еріткіштен, яғни біздің жағдайда судан тұрады екен. Бұл екеуі бірігіп ерітіндіні береді. Енді бізге сұрап тұр, ерітіндідегі еріген заттың массалық үлес дейді. Оны қалай анықтаймыз? Омега массалық үлесінің формуласы тең еріген заттың массасын жалпы ерітінді массасына бөліп 100%-ға көбейтеді екенбіз. Осының орнына қояйық. Сонда тең болады. Еріген зат 23,4, еріген заттың массасы тұз алынған болды. Қалған масса ол еріген заттың массасы болып тұр ғой. Яғни не су алып кетсе, демек су буланып кетеді. Су алтқанда деген ол буланып кеткенде деп тұр. Су бізде буланып қалады ыдыстың түбінде тұз, Сонда 23,4-ті бөлеміз 500 грамм жалпы ерітіндінің массасына көбейтеміз 100%-ке. Калькулятормен есептей қойыңыздар. 23,4 бөлу 500 жуықтағанда мына 4,7% болады. Енді біз алғашқы жауапты ғана анықтадық. А жауабын белгілеп кете салуға болмайды, өйткені бізден тағы бір нәрсе сұрап тұр. Еріген заттың массалық үлесі дейді. Еріген зат ол ас тұзы деп шешіп алдық. Енді ас тұзының формуласы қандай? Күнделікті өмірде қолданатын тұзының. Ол натрий хлор екен. Натрий хлордың зат мөлшерін анықта деп тұр. Зат мөлшерін қалай табамыз? N әрпімен белгіленеді, зат мөлшері. Ол үшін еске түсіреміз формуласын. Массаны малярлық массаға бөледі екенбіз оқушылар. Енді масса бізде белгілі, тұздың массасы белгілі. Енді натрий хлордың мр қанша? 23-ке, мұнда есептелайық, қосамыз 35-те 5-ті. 58-де 5. 58-де 5 грамм моль. 23-те 4-ті бөледі екенбіз. Молекулалық массасы 58-де 5-ке. Так. 0,4 моль. 0,4 моль. Есеп шықты, жауабы А нұсқасында орналасқан. Есеп пайдалы болса, лайк басып, досымен бөліс.